Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен салқындатып ішкенге консервансыз үйде дайындалатын өте дәмді айстетін, яғни салқын шайдың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге жаңа піскен шабдалы мен лимон керек. Шабдалыны 4 бұрыштап, лимонды домалақтап турап аламыз. Газда, ыдыста сироп қайнатамыз. Су және қантты салып қайнатамыз. Қайнаған сиропымызға шабдалыны салып, тағы 15 минут қайнатамыз. Бұл арада біз шайнекке қара шай немесе көк шай, өзіңіздің қалауыңызға қарай шай демдеп қоюымыз керек. Енді сиропымыз дайын. Сироптың жартысын кувшинға құйып, бұл 300 грамдай болады. Кувшинға құйып, оның үстіне алдын ала демделген қара шайымызды немесе көк шайымызды құямыз. Менде қара шай. Құйып, үстіне 2 немесе 3 лимонның бөлігін саламыз. Кішкене қышқылдау болған қаласаңыздар, үшеу салыңыздар. Міне осымен біздің айстеміз дайын. Өте дәмді, салқындатып ішкенге өте жақсы. Рецепті дайындап көріңіздер. Рецептін ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.